Ана тілі оқулығындағы 44-ші жаңа сабақ сөйлем. Бірінші жаттығу өлеңді тыңда. Наубайхана. Наубайхана деген бар. Бұл үй қала шетінде. Күндіз түні тынбайды, білесің бе мұндайды? Пісіп ылғи ып-ыстық, тәтті тоқаш нан түрлі. Таңертеңнен жөнелер дүкендерге әртүрлі. Зор еңбекпен келетін, таппай диқан бір тыным, өмірге нәр беретін, қадірле нанды бір тілім. Бұл өлеңнің авторы Аян Нысаналин. Тілім. Тілім дегеніміз балалар жұқалап кесілген нанды айтамыз, бір тілім нан кесіп берші дегенді білеміз бе? Жақсы, әр қарай өлең неліктен наубайхана деп аталған? Өйткені наубайханада нан пісіріледі екен. Нан дастарханға қалай келеді екен? Наубайханашылар күндіз түні тынбай, ыстық қылып тәтті тоқаш түрлі нандарды пісіріп, таңертеңнен бастап дүкендерге таратады екен. Үлкендерден нанды қалай пісіретінін біліп алыңдар дейді. Нанды еңбекпен келетінін, диқандар бір тыным таппай егін егіп, одан нәр алып, нәр беріп, нанды сосын наубайханашылар пісіретінін естен шығармаймыз. Жарайсыңдар балалар. Кешегі сабақта біз сөйлемнің не екенімен таныстық, балалар. Сөйлем сөздерден тұрады екен. Сөйлем тиянақталған ойды білдіреді екен. Мысалы, нанды жерге тастама. Бұл сөйлемде неше сөз бар? 3 сөз бар. Жарайсыңдар. Яғни сөйлем дегеніміз сөздерден тұрады екен. Мына жердегі ережеге қарайық. Нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша, бұлар сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілер. Бүгін осы сөйлемде қойылатын тыныс белгілермен таныстық. Олар нүкте сөйлемнің соңында, үтір сөздің арасында, леп белгісі сөздің соңында, сұрақ белгісі сөздің соңында қойылады екен. Жақсы, олай болса екінші жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығуды көшіріп жазамыз. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Дастархан көркі нан. Наннан үлкен аш жоқ. Яғни нан болмаса, дастарханымыздың сәні болмайды екен. Екінші күлгініспен берілген ережеге қараймыз. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Осыны балалар жаттап аламыз. Үшінші жаттығу суреттер бойынша көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып оқы. Кім нан пісірді? Нанды кім пісіреді балалар? Жаңағы сөздерді есімізге түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар. Наубайханашы нан пісірді. Нанды неден пісірді? Нанды неден пісіреді екен? Ұннан. Дұрыс айтасыңдар. Нанды ұннан пісірді. Не дәмді? Не қандай дәмді? Нан қандай дәмді? Яғни суретте берілген сөздерді қойып, мына сөздерді оқимыз. Дәптермен берілген жұмысқа қарайық. Сандарды сызып таста, шыққан сөздерден сөйлем құрап жаз дейді. Қане мына әріптерге қарайықшы. Күріш. Мына жердегі сандарды сызып тастасақ, бізге керекті сөз шығады екен. Бірінші сөзіміз күріш, екінші сөзіміз жүгері. Жарайсыңдар. Яғни бірінші көрсетілген, екінші берілген сөздерді дәптерге әдемілеп үтір арқылы жазамыз. Және берілген сөздерді бас әріппен керекті тыныс белгісін қойып жазуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.